Қайырлы күн баршаңызға сәлем. Бүгін біз қолдан қалай 3-4 суретті жасау керегін электронды форматта жасау керегін үйрететін болам. Яғни айтатын болам өзімнің тәжірибем бойынша. Неге десеңіздер, көбінесе фотосессияға барғанда белгілі бір қиындықтар тұрады. Мысалы, сурет сізге ұнамай қалуы мүмкін, я болмаса басқасы. Я болмаса сіз ондай суретті жасауға дайын болмай қалуыңыз мүмкін. Мысалы, мынандай аптап ыстықта. Ал сіздің уақытыңыз өте тығыз. Ондай кезде фотошопты ашып, өзіңіздің бұрынғы суреттеріңізді я болмаса бір жақсы көрінетін, жарық түсетін бұрышта түсіп алып, соны өңдеу жасап, 3-4 форматтағы суретке айналдыруға болады. Енді ең бірінші біз 3-4 суретке көбінесе фотосессия, бұрынғы фотосессия суреттері жарайды. Я болмаса жаңағы өзіңіз қолдан телефонмен түсірген сурет жарайды. Мен өзімнің бұрынғы фотосессиямды алып тәжірибе ретінде қарастырайын. Алдымен біз фотошопты ашқаннан кейін 3-4 суреттің форматы қандай болады? Негізі қызық сұрақ, бірақ та 3-4 суреттің форматы пиксельде басқаша болады. Біз енді фотошопта пиксельмен жұмыс істейтін болған соң, бұл жерде соны біліп алуымыз керек. Мінекей, тігінен айта берейін, тігінен деп 354 пиксель болса, көлденеңінен 472 пиксель болады екен. Бізде 3-4 сурет. Енді осыны алайық. Қазір фотошопқа саламыз. Файл, new. Дәл осыны басқаннан кейін бізге келеді. Міне, pixels, centimeters, millimeters, points, pixels, columns. Бұл сөздердің бәрін алуға болады, бірақ фотошоптағы басты жұмысымыз біздің пиксель болған соң пиксельмен аламыз. Яғни with міне 354, ал енді мына жақ 472. Hey, 472. Қалғандарына көп керек емес. Color RGB болады бізде. Background contents ақ, я болмаса басқа түстер. Негізі болған қатты бір мән беруге болмайды. Қалғандарына бізде пиксельдерді реттеп алсақ болғаны. Енді бізге ашылды міне 3-4 суреттің форматының суреті. Енді біз мына басты мәзірдегі суреттерді аламыз. Яғни біздің мына фотосессиядағы сурет. Алдымен құлыптан шығарып аламыз, 2 рет басып, сосын окейді басамыз да, енді біз контрольді жылжытып отырып, оң жақ пернемен мына жаққа көшіріп аламыз. Міне көшіріп алдық. Шамамен енді біз шамалап аламыз. Қазір қалай болады? Ол 3-4 суретті өздеріңіз білесіздер, барлығы толық сыймау керек, дұрыс көріну керек, бетті жақындалу керек деген сияқты. Сондықтан соны реттеп аламыз. Енді біз контрольді басып отырып, біз енді аумаққа қалай түседі, соны реттеп аламыз. Аумаққа менің суретім мысалы мынандай түспекші. Міне шеттеріне қарастырамыз. Мына шеттері дұрыс болу керек. Ол да сіздің 3-4 суретіңіздің жағымды шығуына әсер етеді. Енді біз дәл осы аумақ дұрыс болу үшін, қазір біздің кесуімізге ыңғайлы болу үшін біз алдымен міне 4-3 выделение, біз алдыңғы видеоларды қарасаңыздар осы терминді қосқан болатынбыз. Осымен дәл бүкіл аумақты выделить етіп аламыз. Енді біз Ctrl-J-ді басамыз. Ctrl-J-ді басқанымыз дәл осы слой келесі слойға көшеді. Және ескеретін жайт, мынаны жауып қойып қарасаңыздар, бұның басқа аумақтары әппақ. Біздің оны бұрынғы суреттеріміз сияқты емес. Неге? Біз өзімізге ыңғайлатып алдық. Дәл солай, өйткені қазір бізге дәл сондай режимде керек болады. Енді біз енді бастайтын боламыз. Ең бірінші кезекте біз аумақтарды реттейтін боламыз. Яғни бізге артқы фон керек емес. 3-4 суретті өздеріңіз білетіндей. Сондықтан қазір біз мына жақта кескілеуді бастаймыз. Кескілеу үшін біз мына жерде қолданатын құралымыз бұл жерде. Ағылшын тілінде айтайын, мен орысша фотошоппен жұмыс істеп көрмегем. Яғни осы белгіні айтамыз. Не деуші еді? Міне, Pino Dash дейді. Енді осылай өздеріңіз таба аласыздар. Және осымен енді ақырындап, дұрыстап бір нәрсе болмай қалса, бірден Ctrl-Alt-Z басып отырасыздар. Міне осымен осылай кескілеп шығамыз қазір. Бұл жерде тағы бір ескеретін жайт, сіздің фотоңыз бұлдыр болып қалуы мүмкін. Өйткені неге десеңіздер, кейде бір форматтарды сақтамай қалуыңыз мүмкін. Әсіресе шығаратын кезде соны ескеріңіздер. Бірақ енді көбісі оған қарамайды. 3-4 сурет па, 3-4 сурет.
солай қарайды. Ертең өзіңізде бұл 3-4 суреттер мысалы сақталып тұратын болса, ертең сіз газет журналға мақала жазуыңыз мүмкін. Ол жерде сіздің жаңағы толық форматта фотосессияңызды сұрамайды, көбінесе стандартты суретіңізді сұрайды. Мысалы сіз педагог болсаңыз, мысалы сондықтан бұл жерде 3-4 суреттің сіздің өзіңізде амалдық жүйеңізде, компьютеріңізде сақталып тұрғанның өзі электронды форматта, ол шынымен де сіздің алдағы жұмыстарыңызда жанданып кетуіне, я болмаса оның тездетілуіне, көптеген проблемалармен жолықпауыңызға әсер етеді. Яғни бұл да сізге былайша айтқанда көмекші деуге болады. Ертең сіз кез келген құжат үшін әрбір жерде суретке түсіп отыра бермейсіз, өзіңізде бар суретті қолдана бересіз. Былайша айтқанда үй жағдайында бізде в домашних условиях деген сөздер бар ғой, мысалы мороженое в домашних условиях деген сияқты, мысалы асханада. Дәл сол сияқты бұл да біздің домашний условиядағы 3-4 суретіміз, және ол ертең сіздің өміріңіздің 0,1% болсын жеңілдетуіне үлес қосады. Неме кішкене былай еткім келіп тұр. Қазір кішкене асығыстықпен кесіп жатырмын. Негізінде бұдан да тиянақты әрі әдемі кесуге болады. Көбісі бұл кесу түрін ұнатпайды екен, өшіргішпен өшіріп жатады. Бұл да біздің тәжірибемізде кездескен. Бірақ қазір қол үйретіп алған соң бұлай рендерлеу кішкене оңайға соғып жатыр. Тік үйлесімді болмай қалған тұстарын өшіргішпен тегістеуге, түзетуге болады. Мен оны түзетпе ойбай деп жатқан жоқпын. Бірақ көбіне осы осы құралды қолданған дұрыс сияқты фотошопта. Осы құралды қазір жақтаймын. Видеоны көріп жатқан үлкен кісілерге бұл шынымен де үлкен көмекші. Және жастарды осыны үйреніп алса, ертең өзімізге жақсы. Енді соның өзінің, мысалы, халыққа қызмет көрсету орталығы бар ғой. Ол жерде өзінің заңдылықтары бар. Сіз загранпаспорт үшін, жаңа паспорт үшін өзіңіз негізі 3-4 суретке сөйерде түсуіңіз керек. Өзіңізді растау үшін. Өйткені олардың өздерінің правиласы бар. Неге құжатқа түсетін кезде сіздің мына жақтағы дайын электронды суретіңіз ол жаққа жарамай қалуы мүмкін. Олардың өздерінің заңдылықтары бар. Ал былайша оқуға құжат тапсыру деген бар, басқа жаққа құжат тапсыру деген бар, жұмысқа құжат тапсыру, құжат үшін қаншама 3-4 суретке түсуге мәжбүр боламыз. Ал негізінде қолда мүмкіндік бар ма? Сол мүмкіндікті пайдаланып көргенде дұрыс ау шамасы. Енді сіздер мына бастапқы аумақтарды алдыңыздар ғой. Енді шеттерін қазір сіз выделить еткенде бір нәрсе дұрыс болмай қалуы мүмкін. Сондықтан мына шеттерін дұрыстап былай және былай шетке шығарып аламыз. Бір-бірінен тиіп кетпеу керек. Және ең басында кескен жермен қосамыз. Сол кезде осылай шығады. Енді біз оң жақты басамыз да, бұл жерде make selection деген басамыз. Окейді басамыз. Сол кезде міне выделение жасады. Енді біз Ctrl-J-ді басамыз. Ctrl-J-ді басамыз да мына көзді мына жерден көрінбейтін етіп тастаймыз. Сол кезде міне біздің суретіміздің артқы фоны жойылды. Енді бұл жерде артық керек емес тұстарды алып тастай беруімізге болады. Асықпай отырсаңыздар, менен де жақсы тиянақты жасау болады. Біз кішкене асығып тұрмыз, өйткені неге? Біздегі интернет мәселесі төмен. Бұл қашан YouTube-қа жүктеледі, ол жағын білмейміз. Сондықтан кішкене асығыстық жасап жатырмыз. Кішкене уақытты миллисекунд болсын үнемдейік. Ертең сіздерге бұл ақпараттар тез жету үшін. Енді сіздер беттеріңізде мәселе болуы мүмкін, ресми фотосессия емес, жай камерамен түсіре салған суреттер болса, мына құралды қолданасыздар, яғни
осы құралды қолданасыздар. Сіздерге алдыңғы қалай фотошоппен бетті тазалаймыз деген жаңағы бейне сабақта айтқан болатын. Бұл жерде бұл құралды қалай қолдану керек, қалай бетті тазалау керек деген сияқты осы сұрақтарға сол жерде жауап берген болатын. Сондықтан оны да сіз өте таза, тиянақты, былайша айтқанда еш міні жоқ, өте жақсы 3-4 суретті қолдан жасап алуыңызға болады. Сол бейне сабақты да қатарынан параллельно көріп отырып. Енді біз өңдедік, бірақ кішкене шикі болып қалғандай көрінеді. Ctrl-J басамыз да normal деп тұр, мына жердегі эффекттер қосамыз. Сол жерде мен көбінесе overlay осы эффектті қолданамын, және де маған кішкене мынау өте қанық болып тұр. Бұл жерде 75% я болмаса 50% жарайды. Негізі 50% кішкене более-менее өте жақсы болып тұр бұл жерде. Енді біз екі слойды бір-біріне қосамыз, Ctrl-ді басып отырып, және де merge layers болмаса Ctrl-E соны басамыз. Ендігі кезекте біз 3-4 суреттің мына шеткі аумақтарын қарасаңыздар, мен алдында бұрын 2 жылдай бұрын жасаған бұны. Шеткі аумақтарында қара контур бар. Неге? Себебі сіз қайшымен кесесіз ғой, әрбір 3-4 суретті документке сыйғызу үшін. Сол кезде осы қара тұстар керек болады, міндетті түрде. Енді біз оны қалай жасаймыз деген сұраққа келетін болсақ, background деген неге керек? Содан кейін осыны backgroundты бұл жерде тағы да көбейтеміз. Ctrl-J көбейтеміз да слойдың алдына шығарамыз. Слойдың алдына шығарған соң backgroundты жаңа слой бойынша 2 рет басқан соң layer style, яғни былайша айтқанда стиль шығады. Содан біз opacity дегенде бұл жерде fill opacity осыны 0-ге қоямыз да stoke деген сөзді басамыз. Stoke дегенді басамыз да inside мысалы мына жерде шамамен 5 өте қалыңдау, 2 өте жұқалау, 3 бұл жерде жарамды. Color міндетті түрде қара түсті болу керек, сіздің ертең кесуіңізге ыңғайлы болу үшін. Міне біздің бір экземплерлі 3-4 суретіміз дайын. Ендігі кезекте save as деп бұны сақтаймыз. Сақтаған соң PNG форматта сақтайық, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Міне, осылай сақтап алдық. Ендігі кезекте мынаны сіз поэзия форматында сақтап алсаңыз болады. Ертең бір-екі жерлерін дұрыстап тазалаймын деп ертең мысалы кейінге қалдырып жатсаңыздар. Енді жаңа суретті ашамыз. Ендігі кезекте тағы да save as деп бұны біз тағы да бір поэзия форматында сақтап алуымыз керек. 2 деп. Неге? Өйткені қазір көрсетемін. 1 ол сіздің жалғыз 3-4 суретіңіз, 2 ол сіздің көптеген 3-4 суретіңіз болып табылады. Енді сіз бір ғана экземпляр апармайсыз ғой, мысалы. Сізге бірнеше документ жасау керек дегендей. Шамамен мен мысалы осылай алам. Яғни бұл жерде сіз қандай құрал еді? Көздің құралдың терминдерін білмеймін, өйткені бұл мен кәсіби түрде оқымағам. Crop tool, яғни кесу. Осы форматта аламыз да, енді біз артқы фонын ақ қылып жібереміз. Артқы фон үшін тағы да бір слой ашамыз да, бұны ақ қылып жібереміз. Аққа тез бояу сақтап болады, я болмаса ақ фигура аласа сақтап болады. Мен бояу таңдадым бұл жерде асығыстықпен. Енді біздің 3-4 суретіміз мына жерде тұр. Өте жақсы. Енді біз бұны қалай көбейтеміз? Ctrl-J-ді басамыз. Ctrl-J-ді басамыз да, Ctrl-ді басып отырамыз. Жанына қоямыз. Міне. Мына шеттері кішкене дұрыс көрмей тұратын болса, міне ақырын осылай жылжытып аламыз. Міне. Енді біз екеуін де бірге басамыз, слойды 2-ге көбейтіп аламыз да, бұл жерде міне. Тағы да біреу аша аламыз. Енді бұларды мен кішкене орталыққа қойғым келіп тұр. Біз көбінесе көз өлшеммен жіберіп жатырмыз, уақытта тиімді жұмсау үшін. Міне, осылай. Не үшін жаңа екі жағын қысқарттым, қазір айтатын болам. Бұны біз басқа файлдарға да салатын боламыз. Өйткені бұны тек қана 4-пен бұны тек қана жағы басып шығарып жіберсек, сіздерде мәселе туындауы мүмкін. Сондықтан осылай етіп жатырмын. Енді тағы да біз барлығын көбейтеміз де, бұл жерде тағы бір амал бар. Merge layers дегенді басып,
сосын тағы да бір рет Ctrl+G-ді басып көбейтіп жібереміз. Вот сол кезде осылай болады. Енді біз мына астыңғы аумағын кішкене қысқартып жіберейік, өзімізге ыңғайлы болу үшін. Міне біздің 3-4 суретіміз Photoshop форматтағы 3-4 суретіміз дайын, бірақ бұнымен әлі жұмыс біткен жоқ. Енді біз бұл жерде PNG форматында сақтап аламыз, JPEG форматында, болмаса PNG форматында да сақтасақ болады бұл жерде. Енді біз Photoshop'ты жаба тұрамыз да, бұл жерде PowerPoint-ты ашамыз. PowerPoint-ты ашқан соң, бұл жерде 2007-2010 PowerPoint-ты вертикальды етуге болады, яғни біздің слайдымызды. Ал енді кейінгісіне таппай жатырмын, өз басым түсінбей жатқан соң да. Сондықтан бұл жерде мысалы мына екеуін алып тастаймыз да. Сіздерге ескере кететін жайт, неге PowerPoint-ты аштың деген сұраққа келетін болса, ертең сіздер PowerPoint-пен кез келген жерде ашып жіберуге болады, я болмаса PDF форматында сақтап жіберуге болады. Және сол арқылы ертең флешкаға көшіргенде де сіз ертең кез келген басып шығаруда PowerPoint-тың форматы A4 қой. A4 стандарт түрде форматы A4 болсын, бұл жерде сіздерде ешқандай қиындық тумайды. Енді сіздер біздің суретімізді мен ставкамен қойдым PowerPoint-қа. Екі шеттерін, бұл жерде шеттеріне мән беріңіздер. Шеттері өте қатты қосылып кетпеу керек. Неге десеңіздер, себебі PowerPoint-тан басып шығаратын кезде екі шетін көбінесе кейінгі принтерлер түсініксіз алып тастап жатыр. Сондықтан бұл жерде қысқартып жатыр деуге де болады. Алып тастағандарыңыз жөн. Енді тағы да бір үшін контрольді басып отырамыз. PowerPoint-та енді екеуін қосамыз да орталыққа қарай жылжытамыз. Міне осыны енді сіздер үйіңізде принтер бар болса, я болмаса түсті принтер бар болса, сонымен басып шығаруға жібересіздер. Қолдан жасаған 3-4 сурет ретінде оп-оңай шығарып аласыздар. Ешқандай проблема болмайды, суретке түсіп әуреленбейсіз. Күннің ыстығында мысалы дайын суретпен осы әдемі қылып шығарып жіберуге болады. Бұл біздің в домашних условиях жасаған 3-4 суретіміз. Енді сіздерге тағы да бұрынғы бейне сабақтарым бар еді. Ол бейне сабақтарымды өкінішке орай, және де бәлкім қуанышқа орай, позитив жағынан ойлайық, хакерлер бұзып алып, соңғы 6 видеомды өшіріп тастапты. Неге өйткені сенімді болып отырмын? Өйткені мен авторлық құқықтағы музыкаларды қолданатын болсам, ол тек қана YouTube менен монетизацияны алып тастайтын еді. Ал бұл жерде монетизацияны емес, творческий студиядан да алып тастаған видеоларды, яғни сондай проблемалар бар. Сондықтан мен Instagram парақшама соңғы 6 видеоны сақтап қойған болатынмын. Тағы 7-ші видеода бар. Осы жерде сіздер көріп аласыздар. Телефонмен көріп отырсаңыздар, сериалы дегенге міндетті түрде кіріп, осы парақшаның сол жерден таба аласыздар. Солай сіздер былайша айтқанда алдыңғы видеоларда көре алмай қалған болсаңыздар, я болмаса қайтадан көрейін десеңіздер, осылай көрсеңіздер болады. Өйткені бұны қайтадан YouTube-қа жүктеу менде үлкен мәселе. Солай назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша сау болыңыздар.